болса қыстаушы едің қырға барып, көлденің шыңырауды шыңға барып шарлы деп жүз қойылсе айтушы еді қой жылға толып қалса мыңға барып сарада атайғырын мырзабайлар үргеш сатушы еді жылда барып атайғыр айдаушы еді ата-аналы батамен қайтушы еді шапаналы қонаққа қой орнынан тайын сойып деуші еді бәлем мырзаң атағадың құлмен шора болушы еді бай белгісі ақсауыт тұрушы еді ер белгісі бұл күнде штатталған уақиға жоқ айдын көл алаша тау жер белгісі сүйеніп жарлыбайға жалғыз көпке ағалы етуші еді жеңгеңсі қаділдік болушы еді қаңыңсі байменен қатар еді жарлы кісі алдында ақсақалдың қамшы тастап айтысып бітуші еді даулы кісі алдында ақсақалдың бітіспесе белгісі болушы еді жауыныңсы ағайтса тыңдаушы еді жасы кіші болмайды тіл алғаннан басы кіші сахрада надандықпен ғұмыр сүріп жоқ екен қулық сұмдық пасық кісі жүріпті бал өсіріп көшіп қонып болмаған бұдан басқа кәсібісі жаз болса көшуші еді нуды жарып көлденең өтуші еді суды жарып піспекте қара саба сарқымыз ішкенде жібергенде тілді жарып қымызды ішпеуші еді сапырмаған жылқыны айдаушы еді сатырлаған жемеген мал тұяғы көк шалғынға жағалай жатушы еді шапырмаған жардырып нудан нуды қоныс жетіп бір жерде 5 күн қонып отырмаған күйінде ақсақалдың кеңес құрып аламан тарқаушы еді топырлаған бұл туса қыз ұзатса той қылдырып қатар қалып қоймаушы еді шақырмаған бұл туса қыз ұзатса той қылдырып қанықты жинаушы еді қой қылдырып қос бала атпен табақ тартушы еді жиналған азаматты жай қылдырып бір саба он кісіге құюшы еді сары сары қымыз сай қылдырып сөлсе ас беруші еді айтып сауын ағайын келуші еді қауым біреу ат біреу түйе біреу бие жетелеп келуші еді ауыл шаңғылып жердің жүзін ат шаптырып тұрғандай болушы еді қазан дауыл ерілсе кетпеуші еді қатындары некеле алушы еді жақындары қыз алып ел шетіне күйеу келсе көтеріп тұрушы еді шақырларын жоқ еді қойылдырмай қыз ұзату болса да он саулықты пақырлары жер-жерден жүгіріп келіп алуан ат шапан алушы еді тұрып палуан жерлерден қара күндік жалғыз өзі бәйгелер жүйріктер болушы еді бәйген алған өзіне өз ғадеті